Келесі сұрақ бізде логикалық өрнек берген. Осы функциясы үшін жасалған ақиқат кестесінің үзіндісі және нәтижесі 0 болу керек мәндерді тап дейді. Яғни, ұбт-да осындай сұрақ келетін болса, мыналардың қайсысын мына өрнекке салған кезде 0 береді деген сөз. Түсінікті ма? Енді кеттік, әрқайсысын салып көру керек. Біз 1 көбейтеміз, бұны сразу терістеп жіберейік, ол бізде 1 болады. Мынау Б. Мынау А, мына бағансы. Так, Б-ны терістеп жібердік, С-ны 0 болады, тоже терістеп жібереміз. Енді екеуін көбейтеміз да 1-ге қосамыз. 1-ге кез келген мәнді қосқан кезде жауап 1 болады. Сонда біздің жауап 0 болмайды, бұл А бола алмайды екен. Бұл бізге 1-ді береді. Келесі 0, 1, 1. 0, 1 бізде 0 болып түседі, 1 бізде 0 болып түседі. Әрі қарай 0-ге 0-ді көбейтеміз, оған 0-ді қосамыз. Не болады? Жауап дұрыс екен. Енді на всякий біз тексеріп кетейік. С-ны 1, 0, 1. 1-ді қоямыз, 1 болады, 0-ді қоямыз, 1 болады, 1-ді қоямыз, 0 болады. 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1. Оған қосамыз, 0-ді тең болады 1. Міне көріп тұрсыңдар ғой? 1. Егер сенбесеңдер, мына Д жауабын өздерің тексеріп көріңдер. Мен